Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз 42.500 теңгеге тастаған өтінішіміздің мәртебесін көретін боламыз. Ол үшін браузерді ашамыз. Адрестер енгізу қатарына 42.500.еңбек.kz деп жазып, Enter батырмасын шертеміз. Сайт жүктелген сәтте сайттың бас жоғары бөлігінде проверить статус заявки деген бар. Сол батырманы шертеміз. Ашылған терезеде біз өзіміздің мәліметтерімізді толтырамыз. Бірінші бағанға өзіміздің ЖСН-іміз, екінші бағанға төлқұжаттағы нөмір, паспорттың нөмірі, үшінші бағанда «Яғни робот» деген батырмаға белгі қоямыз. Проверить батырмасын шертіп, нәтижені тексереміз. Проверить батырмасын шерткеннен кейін жіберген өтініштің мәртебесі шығады. Яғни 42.500 тағайындалды ма, әлде тағайындалмады ма деген. Бізде бірінші өтініште отказ болып тұр. Тағы бір адамның өтінішін тексеріп көретін болсақ, қазір ол кісінің ЖСН-ін жазамыз. Төлқұжаттағы нөмірін жазамыз. Проверить батырмасын шертіп, нәтижені тексереміз. Көріп отырсыздар, бұл азаматтың өтінішін қанағаттандырған, яғни 42.500 теңге тағайындалды деген сөз. Жалпы осылай өзіңіздің жіберген өтінішіңізді тексеріп алсаңыз болады.